Топан суда барлық адамзатты, жан жануарларды кеме жасап аман сақтап қалған адамзаттың екінші атасы саналатын Нұх пайғамбар жайлы не білеміз? Біз сіздермен 28 күнде 28 пайғамбардың өмірбаянын бөлісетін боламыз. Бүгін бізде 4-ші пайғамбар Нұх алейхиссалам. Нұх пайғамбар 950 жыл бойы өзінің қауымын тура жолға шақырады, бірақ қауымы Нұх пайғамбарға ермей, көпшілігі пұтқа табынып кетеді. Ең алғаш пұтқа табыну осы Нұх пайғамбардың заманында шыққан. Нұх пайғамбар қауымын 950 жыл бойы тура жолға шақырады, бірақ артынан ерген болмағаннан кейін Алла тағала дұға етеді. Алла тағала мен бұларға топан су жіберемін, сен кеме жасап баса дейді. Нұх пайғамбар кеме жасап бастайды. Сол кезде басқа кәпірлер Нұх пайғамбардың кеме жасағанын көрген кезде қарап күледі екен. Сол кезде Нұх пайғамбар ертең топан су болған кезде көреміз, кім кімге күлетінін. Шынымен топан су болатын күні сол кәпірлердің патшасы, Нұх пайғамбардың кәпір ұлы да бар, әйел де бар, бәрі келіп Нұх пайғамбардың кемесін жағуға келеді. Сол кезде патшаға бір қызметшісі жүгіріп келеді: "Ей патша, тандырдан су шығып жатыр" дейді. Топан судың ең үлкен белгісі тандырдан, нан пісіретін тандырдан судың шығуы. Сол кезде патша енді олар Нұх пайғамбардың жалған сөйлемейтінін біледі. Барлығы таудың басына арнайы үй салып қойған екен. Қазір біз кейбір кәпірлер бункер жасап қойды, дәл сол сияқты егер сондай жағдай болып қалса біз аман сақтайды деп таудың басына үй салып қойған екен. Сол кезде бәрі тауға қарай қашады. Нұх пайғамбар да баласын шақырады: "Ей балам, кел, кемеге мін, аман қаласың" деген кезде: "Жоқ әкешім, мен таудың басына барам, осылайша мені таудың басында аман қаламын" дейді. Дәл сол кезде араларынан бір топан келіп Нұх пайғамбардың баласын басқа кәпірлердің бәрі суға кетеді. Кейін Нұх пайғамбар өзіне сенген, кейбір деректерде 12 адам дейді, кейбір деректерде 80 адам, өзінің үш ұлы бар, Хамса мен Яфас деген үш ұл бар, олардың әйелі бар. Осылайша басқа мұсылмандармен және әр жануарлардың бір еркек, бір ұрғашысы екеуден кемеге кіргізіп 6 ай бойы суда жүзіп жүреді. Топан су 6 ай бойы жалғасқан. Кейін 6 айдан кейін Джуди деген тауға келіп тоқтаған. Енді бізде қазақтарда Қазығұрт тауына тоқтаған дейді, бірақ көптеген ғалымдарда, көптеген тәпсір кітаптарында қазіргі Әзербайжан Түркия шекарасындағы Джуди деген тау бар, сол тауға келіп тоқтаған дейді. Тап сол жақтан қайтадан тіршілік басталады. Бұдан кейінгі адамдар Нұх пайғамбар Хамса мен Яфас деген үш ұлынан тарайды. Хам деген ұлынан африкалықтар, Сам деген ұлынан арабтар, қазір еуропалықтар, ал Яфас деген ұлынан біз түріктер тараған екенбіз. Ақпарат пайдалы болса тіркеліп кетіңіздер, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Біз ертең сіздермен 5-ші пайғамбардың өмірбаянын бөлісетін боламыз.